көшсек, бұл жерде 15 кГц осциллятор бар. Бұл жерде біздің жиілік ол. Және де біздің өзіміздің қаламызға көшіп, есепті жаза бастасақ. Берілгені 65 миллиампер, ол пик, RMS-і 6 вольт. Бізге табу керек индуктор. Ол L-мен берілген. Бұл жерде біз формуланы бірден жаза кетсек, бұл жерде берілгендері фреквенси 15 кГц, ол 15.000 Герц болады, және ары қарай біздің I пик бар, I0 ол 65 миллиампер. Ол біздің пик мәні, оны жазсақ 65-тің 10-3 миллиді -3 дәрежесі болады. Ал бізде V-дің, ол VRMS, ол 6 вольт. Және де бізде индуктанс, ол L-ді табуымыз керек. Ал енді формуланы жазсақ, бізде не керек, нені табуымыз керек екенін. Бізде бұл жерде индуктанстың формулаларын жазсақ, бұл жерде бізде индуктанстың RMS арқылы шығарамыз. Бұл жерде XL ол және индуктордың резисторы, ал оның формуласы омега L. Омега дейтін ол 2PF, ол 2P көбейтілген фреквенси бар, L-ді табуымыз керек. Осы формула арқылы бүгініміз есеп шығаратын боламыз. Ары қарай кетсек, бізде VRMS-ті ол тең болады IRMS көбейтілген XL. Бізде VRMS дегеніміз 6 вольт берілген. Бізде бұл жерде белгілі бір керек зат, ол RMS дейтін не? Ал RMS-ті біз қалай табамыз? Мысалы I0-ді ол тең болады. Бізде мысалы I0 бар. Оны тең қылдырамыз IRMS көбейтілген түбір асты 2. Неліктен десеңіздер, бұл бір формуладан шығады. Бұл және де әрқашанда тұрақты мән. Ал I0 бар болса, бізде демек IRMS-ді тауып аламыз. Бұл жерде тек қана түбір асты 2-ге бөлу керек. Бізде I0 бар, ал енді IRMS-ді тапсақ. IRMS-ді табамыз. IRMS тең болады I0 бөлінген түбір асты 2. Бұл жерде I0 бізде берілген. Оның мәні бар, оны түбір асты 2 бөлеміз, және де оның мәні 0.046 ампер. Бізде IRMS бар, ал есепте V-дің RMS-і берілген. Оны XL-ді енді табу үшін, ол VRMS бөлінген I-дің RMS мәні. Бұл жерде біз калькуляторға қойып, 6 бөлінген 0.046. Және де калькулятордан шыққан мәні жуықтап алған кезде 130.4 Ом болды. Бұл индуктордың кедергісі. Және де ары қарай бізде индукторды табу үшін оны жәнегі төбедегі 2PFL формасына қоямыз. Төбеде ең басына жазып кеткен. Бұл жерде индуктор табамыз, ол 2P XL бөлінген 2PF. Бізде бұл жерде XL-ді жәнегіде индуктордың кедергісін таптық, ал 2PF-те біздің жиілігіміз берілген, және де бұны есепке қойсақ сандар ретінде 130.4 бөлінген 2 көбейтілген P-ді оны калькулятормен шығарамыз. 2 көбейтілген P көбейтілген фреквенси бізде шыққан берілген мәні 15-тің 10-3 дәрежесі. Бұл 15.000. Оны калькуляторға қойсақ 130.4 астында бізде P-ді 3.14 деп аламыз. 994.248 болып шықты. Ал енді калькулятордың бөлімінде мәні 0.00138 Хенри шықты. Бұл индуктордың юниті. Бізде соңғы мәні ол 1.38 милли Хенри. Ал енді бұл есепте біздің пошагово не істегенімізді айтып кетсек қысқада түрде. Бізде ең бірінші шаг ол әрине біздің индуктанстың формулалары, индуктор кезіндегі ол XL, оның біз тапқан мәні ол омега L. Екіншіден, бізде бұл жерде I0-ді RMS-қа ауыстыру, оны түбір асты 2-ге бөлу. Бұл IRMS-мен емес, V-дің де RMS-мен дәл осындай формула арқылы шығады. Ал және де басқа шаг бізде келесі үшінші шаг XL-ді осы VRMS мен IRMS-қа бөлеміз. Негізгі формасы V бөлінген I, екеуінде RMS болғаннан кейін RMS-те қолдануға болады.
Және де төртінші шаг, бұл жерде ол XL-ды жәнегі 2PFL-ға қойып формуласына, ал бізде XL жоғарыдан формула арқылы шығарып, осы жерден индукторды табамыз. Ал енді бұның бәрін симулятормен көрсетсек, есептің берілген қайттамыр көресіздер. Ал енді симуляторға көшсек. Симуляторда бізде провод тұзамыз. Бұл жерде бізде бір-ақ цикл, ол жері цикл, бәрі бір жіппен жалғанған. Тоқсыздық артынан бізге ол вольтаж керек, оны сызамыз, және де индуктор. Индукторда L не индуктивность, оны қостық. Ал енді есепте берілген тоқты көреміз, тоқ жүріп тұр, демек бәрі дұрыс жалғанған. Ал енді есептің берілгенде мәнден өзгертсек, бізде 6 RMS, ал частота 15 000. Оны К деп қойғанбыз, ал және индуктордың мәні және де есеп шыққандай 1.38, калькулятор соңғы мәні 5 миль деп қоямыз. Оны өзі шығарғандай қосып көреміз. Бізде айдың пик мәні 65 милиға жетті. Бұл және есептің дұрыс шыққан белгісі.